Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 5-ші сабақ көлік түрлері деп аталады. Балалар, бүгінгі сабақта сендер оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазатын боласыңдар. Балалар, көлік дегеніміз материалдың өндірістік жолаушылар мен жүк тасымалдауды жүзеге асыратын аса маңызды құрал болып табылады екен. Көлік экономиканың инфрақұрылымын қалыптастыратын салалардың бірі. Көліктің түрлерін біз 3 түрге бөліп қарастырамыз: жер көлігі, су көлігі және ауа көлігі. Жер көлігі өздерің көріп тұрғандай жүк тасушы көліктер, қоғамдық көліктер, мотоцикл, метро, трамвай, троллейбустер. Ал келесі біздерде су көліктері. Балалар, су көліктерінің өз ішінен тағы екіге бөлінеді екен: су асты көліктері және су үсті көліктері. Әрқайсының қызметі әртүрлі болып табылады. Ал мына суретте сендер ауа көліктерімен танысасыңдар: вертолет, самолет, ракета. Яғни әртүрлі ауа көліктері бар екенін білдік. Балалар, ендеше сендерге сабағымыздың негізгі бөліміне көшейік. Ой түрткі тапсырма. Алдымен мәтінді оқиық. 1931 жылы Алматы қаласында небәрі 109 автокөлік болыпты. Оның 49-ы жеңіл, 59-ы жүк машинесі еді. 1935 жылы машине саны 640-қа жеткен. Республика бойынша 1930 жылы небәрі 596 автомашине болған. 93 мотоцикл есепке тіркелген екен. Ол кезде көліктің аздығына қарамастан жол көлік оқиғалары болып тұрыпты. Балалар, осы мәтін негізінде сұрақтар берген екен. Автомобиль сөзінің мағынасын білесің бе? Қандай көлік түрін ұнатасың және не себепті? Леонардо да Винчи деген кім? Оның көлік мәселесіне қатысы бар ма? Көліктерге байланысты қандай қызықты деректерді білесің? Бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап бересіңдер. Келесі тапсырма балалар бізде жазылым тапсырмасы. Яғни сендер мәтін мазмұнына сүйеніп, көліктің адам баласына пайдасы мен зияны туралы диалогтық мәтін құрап жазуларың керек. Талап: көлемі 100 сөз, жазған мәтінде мақал-мәтелдер, қаратпа, одағай сөздер болуы керек. Ендеше осы тапсырмаларды орындау үшін WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.